Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қысқы дайындықты бастап, әртүрлі жемістерден өте дәмді, қыс айында рахаттанып ішіп отыратын компот дайындайтын боламыз. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге жемістерімізді жуып тазалап алатын боламыз, және ары қарай банкамызды да жуып тазалап аламыз. Және мен бұл жерде 2 литрлік банкеге және 1 литрлік банкеге жабатын боламын. Жақсылап суымызды сақырлатып қайнатып аламыз, және банкамызды мантабаркеге немесе шәйнекке булап алатын боламыз, және қақпақтарымызды да булап дайындап қоямыз. Енді алмаларымызды осылай орташа көлемде турап алдық. Булап дайындап алған банкілерімізге барлығын толықтай саламыз. Менде жеміс мол болғандықтан барлығын молынан салатын боламын. Барлығын бір уақытта салып, қайнап сақырлап тұрған суымызды құйып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, әлі де көптеген пайдалы видео салатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Мінекей осылай суымыздың барлығын құйып дайындап 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минут өткен соң осылай бірінші құйып алған суымызды барлығын толықтай төгіп тастайтын боламыз. Қайнатып қайтадан құймаймыз, төгіп тастайтын боламыз, және қайтадан ыдысымызға суды жаңадан қайнататын боламыз. Енді төгіп тастаған соң осылай 200 грамм барлығына бірдей қантымыздан салып шығамыз, және үстінен жаңадан сақырлап қайнап тұрған суымызды құйып, осылай компоттарымыздың барлығын шетінен жаба беретін боламыз. Мінекей осылай бірінші банкамызды осылай жаптық, және қантымыздың толықтай ерігенін көру үшін осылай жатқызып, қантымызды толықтай ерітетін боламыз. Мінекей біздің компоттарымыз дайын. Қыстың қамын жаз ойла демекші, осылай компоттарымызды жауып алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, ешқандай банкілеріңіз атылмайтын болады. Сіздермен болған Талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.